Қайырлы күн, құрметті дебатшылар қауым. Бүгінгі ойынды бастайтын ортаға үкімет тарапынан бірінші спикер Аслан Маратұлы жатырмыз. Ал енді арасында құрметті достар, біздер бүгінгі ойынды қарап, бұл палата балалардың әлеуметтік желілерге тіркелу үшін ата-аналардың келісімі талап етілуі тиіс деп есептейді. Жалпы біз бүгінгі ойында үш негізгі критерийлер, бұл әлеуметтік желілер, бала, ата-ана. Әлеуметтік желілер бәрімізге белгілі, түсінікті білеміз. Бұл бүгінгі таңда Instagram, TikTok, YouTube, Google сияқты әртүрлі деңгейдегі сайттар мен іздеу құралдарын айтуға болады. Одан бала, біздің әлемде бала кім? Бұл біріншіден әлде тұлға ретінде толыққанды қалыптаспаған адам деп айтуға болады. Ал ата-ана жалпы қоғамның толыққанды азаматы. Осы біз нүктелермен көбірек ойнаймыз бүгінгі ойында. Енді бүгінгі қағидатқа сәйкес бүгінгі ойынның негізгі үлкен проблематикасы неде, құрметті достар? Проблематика мынада. Қазіргі таңда біздің әлем бұл ақпараттық қоғам. Ақпараттық қоғамда біз өмір сүргеннен кейін ақпараттың қоғамға әсері, адамдарға әсері әлі де болса тұлға ретінде қалыптаспаған балаларға әсері өте қатты. Бұндай ситуацияда, бұндай жайда ақпараттық қоғамдағы баланың қауіпсіздігі бірінші орынға шығады. Бұл қазіргі таңдағы біздің қараға сай өте өзекті проблемалардың бірі болып табылады. Мұның қандай бір салдары, қандай бір последствиялар болып қазіргі таңда. Мысалы үшін балалар әлеуметтік желіде көп отыру арқылы мысалы үшін кибербуллингке көбірек ұшырайды, немесе өздері сол кибербуллингтің бір қандай бір әрекеті болады. Әртүрлі алаяқтыққа ұшырайды. Соның негізінде қандай бір деңгейде суицидке барып жатады. Бұның барлығы қазіргі таңда шын мәнінде балалардың қауіпсіздігін, ақпараттық қоғам аясында қауіпсіздігін нығайту мәселесін қазіргі өте қатты көтеріп тұр деп айтуға болады. Енді кеттік, менің бірінші аргументация туралы балаға біз жететін боламыз. Келесі кезекте ортаға оппозиция тарапының бірінші спикері Нәбиді қатысыңыз. Қайырлы құрметті дебатшылар қауым, сіздерді осы ойында көріп отырғаныма қуаныштымын. Жалпы бүгінгі резолюция бұл балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуі үшін ата-анасының келісімі талап етілуі тиіс деп есептейді. Оппозиция тарапы ретінде біз талап етпейміз. Яғни бүгінгі таңда енді Аслан Маратұлы бізге алында келе айтады. Ол кісі айтады, қазіргі заман ақпараттық қоғам, яғни ол жерде барлығы тіркеледі и так далее деген сияқты алаңда ойлайды. Біз оны кетсе бұл жерде кәрі еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін осы ақпараттық әлеуметтік желілерде отырады. Енді ол кісі Аслан Маратұлы бүгінгі таңда балаларға шектеу енгізбекші, қалай шектеу енгізбекші, гегемон, яғни әлеуметтік желілер арқылы және сонымен қатар ата-аналардың келісімдері арқылы. Бұлар айтады, балаға келе әсерін беріп жатыр, яғни бұл балалардың өміріне қауіпсіз дейді. Яғни әлеуметтік желілерге талап шектеу енгізулер арқылы кибербуллингті жойып тастаймын деген сияқты аргументтерді айтады. Бүгінгі таңда ол абсурдты дүние болып табылады. Неліктен өзі айтқандай себебі ол нәрсе келісемін ешкім оқымайды, құрметті көрші. Хоть әлеуметтік желілерге оны енгізіп тастасаң ол ешкім оқымайтын болады, және бұл статус-кво ешқашан өзгермейтін болады. Одан кейін айтады, яғни баланың қауіпсіздігін сақтаймыз, баланың қауіпсіздігі никак сақталмайды. Потому что ол кибербуллинг по-любому бола береді. Неге құрметті көрші мен дәлелдеймін? Себебі ата-ана жақсы, мен ата-ана ретінде балама рұқсат бердім әлеуметтік желіге тіркелуге, яғни балам әлеуметтік желіге кірді, тағы да кибербуллинг жалғаса береді. Мен оған рұқсат бермеген күннің өзінде де ол кибербуллинг бола береді. Себебі ол кибербуллинг әлем всегда жақсы заттардан тұрмайды, әлем жақсы мен жаманнан, яғни сол жаманның ішінде кибербуллинг бола береді. Екінші, келісім балаға ата-ананың хақысы бар, ата-ана жауапты дейді. Ата-ана жауапты балаға, бірақ та әлеуметтік желілеріне шектеу арқылы баланың қауіпсіздігін жасаймын деген құрметті өте абсурдты не болып табылады. Жақсы. Сіз келісесіз ғой, қазіргі таңда жалпы ақпараттық қоғамда осы әлеуметтік желілерде ата-аналардың өзінің оқушылардың, өзінің балаларын бақылауға алуына мүмкіндік беретін қандай механизмдердің жоқтығына келісесіз ғой? Барлығының өзі ол қазіргі эффективдік есептен келісесіз ғой? Жоқ, келіспеймін. Осы жайлы өзімнің аргументтерімді сөйлейтін боламын. Яғни мен Google ретінде, немесе үлкен компаниялар ретінде дейді, ата-ана және де Google жаңағы екі компаниялар дейді, біз келісіп отырып шектеулер енгіземіз. Яғни балаларға біз шектеулер енгіземіз, и бала әлеуметтік желілерге кірмеу арқылы өз-өзін шектеп қалады деген сияқты. Вообще, Аслан Маратұлының айтып жатқан дүниелері мардымсыз болып табылатындығында алу дейді. Яғни ата-аналарға жауапкершілік артады деген сияқты. Құрметті төрешім, бес саусақ бірдей емес. Осы күнге дейін баласына қарай алмаған ата-ана әрі қарай да қарай алмайтын болады. Енді кетіп өзімнің алаңыма сөйлетін болса. Жалпы балалар дегеніміз олар 13 жасқа дейінгі ата-ананың ұрпағы болып табылады. Әлеуметтік желі TikTok, WhatsApp, Instagram секілді қазіргі таңда актуалды социальный сеттер болып табылады. Ата-ана ол баланың заңды
және де осы жерге тағы бір ең маңызды критерий ол талап болып табылады, құрметті төрешім. Бұл кісілердің айтып жатқан келісім деген аргументтер ешқашан ұнамайды, себебі резолюция талапты сұрақты, құрметті төрешім. Енді бірінші аргументтің жеке шекара болып табылатындығында, құрметті төрешім. Ол бала болсын, ол ата болсын, ол әже болсын, оның жеке ақпараттық құқығы бар, яғни әлеуметтік желіге сен оған телефон бердің ба қолына, оның ютубқа кіруіне рұқсат бердің ба, значит сен оның тикток, инстаграмға да кіруіне рұқсат бересің. Егер сен оны 13 жасқа дейінгі, мысалы 7 жасар мен мектепке баратын кезде WhatsApp-қа әкем мені шектеп тастайтын болса, бұл менің ақпараттық құндылығымды шектеп жатыр, құрметті төрешім. Себебі бұл менің маған кері әсерлерін беріп жатқандығында, яғни осы арқылы менің екінші аргументім шығады, ол психология, яғни ата-ана мен баланың арасындағы сенімсіздіктер болатындығында, құрметті төрешім. Себебі ата-ана баласын шектей деген кезде бұға берсең сұға береді деген қазақтың жақсы сөзі бар, құрметті төрешім. Яғни ол балаға деген кері әсерін береді, яғни балада ата-анаға деген ыза, кек, реніштер пайда болатындығында, құрметті төрешім. Яғни үшінші нәрсе ол альтернатива ретінде родительский контрольді, яғни сен әлеуметтік желілерге рұқсат кіруге талап бердің не бермедің не, главное сенде родительский контроль болса болды, құрметті төрешім. Қазіргі таңда родительский контроль деген бар, яғни баласының қандай мультик көріп жатыр, немесе қандай ойын жазып жатыр, немесе қандай әлеуметтік желілерде отыр, барлығына шектеулер ата-ана көре алатындығына. Осы более эффективті болады сенің талап, яғни әлеуметтік желілерге вообще кіргізбеуіне қарағанда. И вообще ата-ана рұқсат берді бермеді, бала өзі тіркеліп ықтималдықтар өте жоғары болып табылады. Келесі ол әлеуметтік желі ол қоғамға бейімделу болды. Кешіріңіздер, әлеуметтік желі қоғамға бейімделу болып табылады. Неге? Потому что әлеуметтік желі арқылы әлеуметтік деп атайтын тұр, яғни бала қоғамға бейімделе бастайтындығында, яғни WhatsApp арқылы мен алыстағы ағаммен көкеммен сөйлесем деген сияқты, яғни қоғаммен араласамын. Бұл баланың қоғаммен араласуына шектеу енгізетіндігінде, егер ата-ана әлеуметтік желіге шектеу талап ететін болса, сөз бергендеріңізге рахмет. Төрешім, бұл палата балалардың әлеуметтік желіге тіркелу үшін ата-ананың келісімі талап етуі тиіс деп есептейді. Қарсылық келтірсем, оппозиция тарапының бір спикері былай дейді: егер біз родительский контрольді қолдансақ, балалар қауіпсіздікке болады дейді. Бірақ ол дұрыс емес. Біз родительский контрольді қолданамыз, қалғандарды қолданбайды ғой. Мысалы, біз родительский контрольсіз біз өзіміздің туған жылымызды, атымызды өтіп қоя саламыз. Ал родительский контроль болса, ол сен Google-дағы барлық атыңды прям дұрыс, барлық жеке ақпаратында, сол жеке ақпаратында мошенниктер оны көре алады. Және де ата-ана баланың жеке шекарасын бұза алады. Және де оппозиция тарапының бірінші спикері айтқандай, бала ата-анаға жаман сынайды дейді. Ол в любом случае болады ондай. Егер сен, мысалы сен, ең бірінші баланың қауіпсіздігі ең бірінші орында, баланың денсаулығы ең бірінші орында. Ол психикасы, эмоционалдық түрі өзгеріп кетуі мүмкін. Және де баланың жеке шекарасы бұзылатынын құқысы бар. Қалайсыз? Жалпы қарсылас тараптың негізінен родительский контрольына қарағанда біздің бүгінгі осы қарарымызды қабылдайтын болсақ, қайсысына біз көбірек баланың қауіпсіздігі бойынша көбірек нәтижеге қол жеткіземіз, қалай ойлайсыз? Егер біздің балаларымызды қолдансақ, біз үлкен нәтижеге жетеміз. Өйткені родительский контроль айта кетсек, айттық қой, жеке ақпарат береді, және де ол біз қолдансақ, қалғандар қолдануға керек. Ал ата-ананың келісімі әрбір жерде бар. Өйткені талап ол. Өзім аргументтерімді айтып кетсем, жауапкершілікпен
әлеуметтік желіде түрлі қауіптер болуы мүмкін. Кибербуллинг, алдау және жеке ақпарат. Балалар оны түсінбеуі де мүмкін. Соны түсінбеу, олар әрекеттер, басқа да әрекеттер жасайды. Жас ерекшеліктеріне қарай шектеу. Көптеген әлеуметтік желілер 13 жастан бастап ашық. Шектеу баланың психологиялық және эмоционалдық дамуын ескертіледі. Ата-ана баланың осы жасқа жеткенін және оның дұрыс ойланатын және сол желіні дұрыс пайдаланатын білсе ғана келісім береді. Және де қазіргі таңда Красный деген ойын бар. Ал ойын балаларды мынаны істе, сен мынаны істе дейді. Сол үшін қаншама адамдар, қаншама балалар мерт болып жатыр. Ол дұрыс емес қой. Егер ата-ана ол келісім, егер ата-ана өз келісімін, ата-ана егер осы біз қарармен жүрсек, ол бала мерт болмаушы еді. Осы дұрыс. Осымен мен сөзім бітті. Назарларыңызға рахмет. Енді ортаға оппозиция тарапынан екінші спикері Амангелді Нұрашев. Сіздеріңізге құрметті төреші депутат қауым. Сіздеріңізге үкімет тарапынан екінші спикерлері. Енді қарсыластан бастайын. Бізге үкімет тарапынан екінші спикері бар еді. Бізге айтты, қауіпсіз родительский контрольді қауіпсіз етті. Біз родительский контрольде көп проблема шеше аламыз. Егер баланың телефонын жауып тастай берсек, бала жауып қойып өседі. Екінші аргументін бала өзі де тіркеле алады. Біз егер қазіргі балалар өте дарынды болып өсіп жатыр. Қазіргі балалар өте дарынды. Егер біз баладан телефон шектей берсек, бала өзі телефонды қосып әлеуметтік желілерге тіркеле алмайды деп ойлауға да болмайды. Ал үшінші аргументі Синекин 2023 жылы жабылды, ал оның авторын түрмеге жапты. Біз сондықтан әрине басқа бірден кезде ойлау мүмкін, бірақ балалар неге біз родительский контроль қойсақ, балалар оны іздей алмайды. Сіз сонда балалар ата-ананың келісімсіз әр ойынға әлеуметтік желіге тіркелгенін қауіпсіз деп ойлайсыз ба? Ата-ананың келісімсіз? Енді онда қараңыз. Енді аргументке келсек, біз жаңағы родительский контроль деді. Родительский контроль бойынша жаңағы құрым барлығы келісім сұрайды. Егер бізде родительский контроль болса, балалар оны жай ата-анасының айтуынша ғана келісім бере алады. Ал егер біз тек родительский контроль болса ғана, егер біз мысалы буллинг дейік, егер балада әлеуметтік желіде болмаса, бізде мысалы ата-аналар бар. Бір ата-ана рұқсат етеді, бір ата-ана рұқсат етпейді. Рұқсат етпеген ата-ананың баласын буллинг етуі мүмкін. Өйткені қазіргі кезде буллинг көп жерде кездеседі. Мектеп болсын, дала болсын, қай жер
деді. Біз айтқан дұрыс. Бала үшін бала мінезін ойлау керек. Ол мінезі ол ой дұрыс болса да кей жерлері бар. Бала мысалы егер біз әлеуметтік желіні алып тастасақ, бала жабық өседі. Бала басқа балалармен сөйлесе алмай, өз жаңағы туысқандарымен сөйлесе алмай алыстайды. Ал жаңағы әлеуметтік желі бойынша балалар өз туысқандарына, достарына сөйлесі қолара салуы мүмкін. Осыдан мен сөзім аяқталды. Ортаға анализ қойылған оппозиция тарапынан анализге кезектелетін болсақ, жалпы резолюция құрметті төреші нені сұрапты? Бұл балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуі үшін ата-ананың келісімі талап етілуі тиіс деп есептейді. Осы кезде ең үлкен үкімет тарапынан жіберетін ең бірінші қателігі ол келісім мен талаптың ажырата алмауында құрметті төреші. Яғни ол кісілер талап деген сөзді вообще қарастырғысы келмейді. Яғни келісімді талап ету. Яғни біз бұл талап ету деген алаңмен ойлаймыз, үкімет тарапы тек қана келісім деген алаңмен ойлайтын алда. Осы тарапын үкімет тарапы қолайтынында. Келесі ол кісілердің айтатын аргументі қауіпсіздік деген нәрсені аргумент. Ал мен айтамын, жеке шекара дейді. Құрметті төрешім, осы кезде қауіпсіздікке қарағанда жеке шекараның маңызды екендігін айтатындығында. Қауіпсіздік ол қауіп әр жерден төне беретіндігінде. Қауіпсіз жасаған келе ме, балаңды білмеймін, ел көрмейтін, жер көрмейтін жапан далаға барып сол кезде ол саған қауіпсіз болады. Когда сізде ақпараттық қоғам бар, сенде қоғам бар, сөйтіп ол қауіп бола беретіндігінде. Осы кезде одан біз баласының жеке шекарасын құрметтейік деген аргумент ойлайтындығында. Яғни осы тұста менің аргументім биігірек тұра. Қарсылық нүктесі менің алаңымда қалды. Келесі айтатын дүние ол кісілердің, яғни баланың ата-ананың балаға хақысы бар, яғни ата-ана балаға жауапкершілік деген сияқты нәрсені айтады. Ал мен айтам, психология деймін, ата-ана мен баланың арасындағы сенім деймін. Келді сен ата-ана жауапты, бірақ жауап берген күнде балаға шектеу беретін болса, бұға берсең, сұға береді деймін. Оппозиция үкімет тарапынан ешқандай маған қарсылық келмейді. Қарсылық несі менің алаңымда қалады. Ал менің алаңымда бұл аргумент қала берейін, мен айтам, ата-ана мен баланың арасындағы сенім жоғары болғанда, ғана бала ашылады, бала өз-өзін толық қауіпсіз сезіне алады деймін. Ол кісілер айтады, давайте жаңағыда әлеуметтік желілермен келісемін деген сөзді өтірік оқымайтындай етейік. Тағы да бұл кісілер қызыл көзілдірікті киіп алады, ол нәрсе бәрібір болмайды. Себебі келісемін деген сөзді 2 метр жазуды ешкім оқымайтындығында. Тағы да бұл кісілерді айтып жатқан дүниелер ойнамайды. Оның қасында біздің родительский контроль деген яғни себебі родительский контроль маңызды. Родительский контроль арқылы ата-ана баланың не көріп жатқанын бақылайды. Бірақ әлеуметтік желіге рұқсат беріп, не көріп, не біліп жатқанын қарағанда біздің родительский контроліміз более эффективті болып табылатындығында. Айтамыз, әлеуметтік желі қоғамға бейімделу дейміз. Адамдармен алыс жақындағы туғанды көреді, қоғам не болып жатыр, қалай дамып жатыр, соны көреді дейміз. Ал үкімет тарапынан ешқандай қарсылық келмейді. Қарсылық нүктесі тағы да біздің алаңымызда қалады. Сондықтан біз оппозиция тарапы ретінде ешқандай да талап қоймаймыз, тек қана родительский контрольмен шектелеміз. Сөз бергендеріңізге рахмет. Ортаға үкімет тарапынан спикері Асанбаев. Құрметті достар, бірден анализге көшерейікші, осындай анализге болуын біз жеңімізге өткізу жеке басым келемін. Енді жалпы біз үкімет ретінде мен айтамыз, құрметті достар, үкімет ретінде біз бұл қарарды міндетті түрде қабылдау керек дейсіз. Өйткені қазіргі таңда баланың қауіпсіздігі барлығы үшін маңызды, қай адам болсын. Ол да ағайын бола ма, шет бола ма, үшінші айлық бола ма, ол маңызды емес. Қай елдің баласы бола, Африканың баласы бола ма, біздің қазақстан баласы бола ма, басқа елдің баласы бола ма, бізге жалпы баланың қауіпсіздігі өте қатты маңызды. Және де біз осы ойын алаңында біз келісім өткіземіз. Сол келісім арқылы біз больше жаңағындай ата-анамен жаңағы технологиялық гранттардың арасында келісім орнатамыз дедік. Сол арқылы екі тараптың жауапкершілігі артады дедік.
сол арқылы жалпы бұл барлық тарапқа тиімді деген нәрсені айттық. Яғни ол сол жаңағы гиганттарға да тиімді екендігін айттық. И жаңағы ата-ана үшін де тиімді екендігін айттық. Енді оппозиция бізге қандай идея береді? Оппозиция бізге айтады, сіздерде өкінішке орай біз бұл проблеманы бұндай шешу жолымен сіздер ешқандай нәтижеге қол жеткізбейсіздер дейді. Яғни қандай бір олай болады, қазіргі таңда қазіргі әлемнің өзінде де бұл проблемаларды сіздер осы қарарды енгізгеннен кейін де бұл проблемалар әлі де бола береді деген сияқты береді. Бірақ өкінішке орай, құрметті достар, оппозиция бізге бір альтернатива ұсынады. Альтернативаның мәнісі неде болды? Российский контролда болды. Негізгі спикер айтқан болатын өзінің ойында, что оны біз қабылдаған күннің өзінде оның ауқымы өте тар деді. Біздің қарадың ауқымы өте кең деді. То есть біз ауқымдылықпен өтеміз, құрметті төреші. Өйткені қараңыз, сіз родительский контрольмен, тек қана жауапкершілігі бар ата-анамен көбірек жұмыс істейсіз да. Ал сіз біздің қарармен біз барлық ата-анаға жауапкершілік алып келеміз. Бұл тиімділік не осында, құрметті достар. Жауапкершілік артады. Технология гигантында жауапкершілік болады. Ойбай, тіркелген бала кім дейді? Тіркелген адам кім? Фейк па, бала ма, үлкен кісі ма деген сияқты. Дәл солай ата-анада да жаңағыдай не болады, жауапкершілік. Ойбай, менің балам қандай әлеуметтік желіде тіркеліп жатыр, не болып жатыр деген сияқты. Яғни бір сөзбен айтқанда біз осы қағиданы енгізу арқылы жалпы қоғамдық деңгейде заңды тұрғыдан біз жауапкершілікті енгіземіз. Сен бұрынғы жауапкершілікті енгіземіз де ата-ана жауапты болады да, соның арқасында ол необдуманное решение принимает. Яғни біз осы нүктемен больше оппозициядан мықтап тұрмыз қазірде. И соның арқасында біз больше нәтижеге қол жеткіземіз. И сол арқылы біздің әлемде баланың қауіпсіздігі больше орындалып тұр да. И оппозиция өкінішке орай ол қауіпсіздікке 100% гарантия бере алмай тұр.